Бүгін біз ел тарихындағы аса жауапты кезеңде тұрмыз. Жаңа конституция жобасы әділетті қоғамға бастар жол, сенімді мемлекет құруға бағытталған берік қадам. Халықтың қуаты бірлікте дейді дана қазақ. Теңдік, әрбір азамат өз құқығын қорғай алатын қоғамда ғана орнығады. Ал әділет салтанат құрған жерде мемлекет те мығым болады. Билік пен халық арасындағы сенім нығаймай, қоғамда тұрақты даму болмайды. Сондықтан бұл реформалар билік тармақтарының тепе-теңдігін күшейтуге, әрбір азаматтың жауапкершілігін арттыруға, заң үстемдігін орнықтыруға бағытталған. Әлемдік деңгейдегі саясаткер Нельсон Манделаның бостандық заңмен бекітілмесе бос сөз, Уинстон Черчиллдің тұрақты заң мемлекеттің тірегі деген тәжірибемен расталған сөз бар. Ал ұлт зиялысы Әлихан Бөкейхан заң адам пайдасына жазылады деген нақылы әлі күнге дейін өзекті. Біз жаңа конституция арқылы осындай маңызды қағидаларды жүзеге асырамыз. Ата заңда азаматтардың еңбек ету, білім алу, денсаулық сақтау, кәсіпкерлік бастау, жергілікті өзі басқаруға қатысу құқықтары нақты әр берік қорғауға көзделген. Әсіресе өңірлердің рөлін арттыру, орталық пен аймақ арасындағы үйлесімді дамудың кепілі. Біз үшін бұл мәселе ерекше маңызды. Себебі ауыл партиясы қашанда ауыл халқының мүддесін қорғап келеді. Ауыл елдің алтын бесігі ғана емес, ұлттың болмысының қайнар көзі. Ауылдың әлеуеті артпай, мемлекет толыққанды дами алмайды.